Ассаламалейкум достар, мінекей көп ұзамай тағы да разбор. Бүгін біздер осы соңғы айдың хиті болып келе жатқан Садраддиннің Дама деген әнін гитарада ойнап үйренетін боламыз. Мен сіздерге екі түрін көрсететін боламын. Біріншісі бұл баресіз түрі, екіншісі баремен. Ендеше бастайық. Баресіз ойнауға біздерге мынандай аккордтар керек. АМ аккорды, одан кейін H7 деген аккорд, содан кейін EM деген аккорд, одан кейін D аккорды, сосын C аккорды. Осы аккордтармен ойнаймыз. Енді мына жақта біздер екі түрлі немен ойнаймыз, тәсілмен ойнаймыз. Біріншісі бұл перебор. Бұл жерде міне АМ аккордын ұстаған кезде 5-тен бастаймыз. 5, 3, сосын 2 мен 1-ді бірге ойнаймыз да, сосын 3-ті ойнаймыз. Осылай. Нені H7-ні ойнаған кезде де 5-тен бастаймыз. EM ұстаған кезде біздер 6-дан бастаймыз. То есть 5-ші струнадан 6-ға көшеміз. Одан кейін D-ға барған кезде 4-тен бастаймыз. И C-ға барған кезде 5-тен бастаймыз. Егер де жаңадан бастап жатсаңыздар, онда асықпай, бірінші 6-дан бастап жаттығу жасаймыз. 5-ке түсеміз, 4. Сосын баста бересіндер болады. Екінші түрі бұл қағыспен 8-дік қағыс. Бұл жерде мынандай түрі 8-діктің 2 төмен, сосын 3 жоғары, одан кейін төмен жоғары, төмен жоғары, тағы да төмен, төмен, жоғары, жоғары, төмен жоғары, төмен жоғары. Аккордтары мен қағыстары түсінікті болса, ендеше өлеңді разбор жасап бастайық. Ең бірінші АМ аккордынан бастаймыз. Мучает бессонница, жду, может, на аккорд устраиваемся, ладится, но сценарий снова палим мы. На жерде, но сценарий снова палим мы. Бұл жерде EM аккордына бір рет, T-ға бір рет, C аккордына 2 рет ойнаймыз. Жалғастырамыз. Без тебя, в моем сердце пустота, пустота. Для тебя эта песня рождена. Но нельзя, добивать же до конца, до конца. Музыка, лишь она спасет меня, лишь она. Сосын қайырмасына келген кезде қағыспен ойнауға болады. Айтпақшы, егер де сіз перебормен ойнаған келмесе, онда жаңағыдай ойнай аласың. Қағыспен, мысалы, мучает бессонница, жду, может, наладится, но сценарий снова палим мы. Бұл жерде, егер де осылай ойнайтын болсаңыздар, онда деген қағысты, мына жерде, но сценарий снова палим. Мына жерде жаңағы 8-ді қағысты 2-ке бөліп тастаймыз. 2 төменді EM-ға. Но сценарий снова. Потом T-ға келіп қоямыз. Палим мы. Деген кезде C аккордында ойнаймыз. И жалғастырып, дәл осылай ойнай береміз. Өлең біткенше. Так, жалғастырайық. Моя қайырмасына келдік. Ты моя дама, сердце рано, рано. Я жду финала, боли прямо. То есть, я жду финала, боли прямо. Бұл жерде 8-дікті 2-ге бөліп тастадым. 2 төмен ойнадым, мына EM-ға, потом D аккордына қалғанын ойнадым. То есть, я жду финала, боли прямо. Ждет меня сердце. C-ға кетіп қалдым, сердце. И қайтадан. Моя дама, сердце рано, рано. Я жду финала, боли прямо. Сердце. Сосын, я смотрю на закат. Барлығы дәл осылай қайталана береді. Баресіз аккордтармен аяқтадық, енді баремен оригинал аккордтарды үйрететін боламын. Бірінші аккорды BM деген аккорд. Одан кейін келесі аккорд S7. Так, давайте бастайық. BM дегеніміз мына жерде бары 2 жылатта, мына жерде AM аккордын түсінеміз.
екінші аккорд бұл дегеніміз С7 деген бар ені төртінші латқа түсіреміз де, бұл жерде екінші, төртінші струналарды ұстаймыз. Бұл дегеніміз алтыншы латта. Келесі аккорд бізде F диез минор деген. F диез минор деген, мына қайтадан екінші латқа келеміз, мына екі саусақты 4 пен 5-ке қоямыз. Енді келесі екі аккорд қалған, бұл E аккорды және де D аккорды. Бастайық. Нені жаңа мен перебормен қағысты видеоның жаңағы барайсыз аккордтары көрсеткен кезде көрсетіп кеттім. Видеоның алдында дәл солай ойнаймыз. Тек аккордтары оригинал. Енді бастайық. BM аккордын ұстаймыз. Сосын бастаймыз. Мучает бессонница, жду, может наладиться, но сценарий снова парим мы. Емізде жалғастырамыз. Без тебя, в моем сердце пустота, пустота. Для тебя, эта песня рождена. Но нельзя, добивай же до конца. Музыка, лишь она спасет меня, лишь она. И қайырмасына келген кезде немен бастаймыз, қағыспен бастаймыз. Ты моя дама, сердце рана. Я жду финала, боли прямо рвет мне сердце. Ты моя дама, сердце рана. Я жду финала, боли прямо рвет мне сердце. Смотрю на закат, деп жалғастырып, өзеннің аяғына дейін осылай, осы неде ойнап шығамыз. То есть бірде ғой, мынаны ойнаймыз, мынау. Болды. Достар, мінекей осылай бүгінгі разборымызды аяқтаймыз. Егер де разбор ұнаса, әдеттегідей лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Каналды қолдап, және де келесі разборда қандай әнді көргілерің келеді, соны жазып кетіңдер.